Қайырлы күн, киносүйер қауым. Біз бүгін корейский фильм «Акула. Начало» деген киноны айтатын боламыз. Бұл киноның барлығы корейский аттар, мысалы Ли Мен Хо, Чан Ди, Ли Си Хо деген сияқты. Сондықтан маған да сіздерге қиын болмас үшін барлығын қазақша Макс, Данка, Сико деген сияқты аттармен ауыстырдым. Енді ең бірінші бастамас бұрын осы арнаға лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Өйткені мен подписчиктерім әлі 200-ге де толған жоқ, сондықтан маған қолдау білдіріп кетіңіздер. Ең бірінші бір жігітті көрсетеді. Ол жігіт чемпион, яғни атақты чемпион. Оның аты Макс. Ол үйіне бара жатады. Ең бірінші ол жарыстан бірінші орын алған. Атақты журналистердің өзі де оны өте жақсы төбелесетін бала ретінде таниды, бүкіл халық таниды. Бұл жігіттің аты Макс. Оны теледидардан көрсетіп жатады. Үй жағына келе жатып, үйінің кіреберісінен қанды көреді. Қанды көріп, бір нәрсе болғанын бірден сезеді. Үйіне кірсе, тәтесі жерде жатады, қансырап, денесінің барлығы қан. Соған көмектеспекші болып жатқан кезде тәтесі бірден сол жерде өліп кетеді. Тәтесінің қолын жылап ұстап жатқан кезде артынан бандит кісі келіп, мойнынан қылғындырып, оны да өлтірмекші болады. Сол кезде ол оны бірден жеңеді. Ол өйткені ол өзі төбелестен чемпион. Сол кезде оны жеңіп жан-жаққа тағы қарай берген кезде алыста тұрған өлі анасын көреді. Сол кезде тағы шынданып қатты жылай бергенде тағы да екі бандит келіп онымен төбелесе жөнеледі. Барлық ашуымен жаңағы екі бандитті де ұрып өлтіріп қояды. Сондықтан бұл жігітті, бұл бала 18-ге толмағандықтан изолятор дейді, түрмеге жатқызады. Сол кезде оны бүкіл теледидардан көрсетеді, бүкіл ел көреді. Бірақ бұл жігіт Макс өзі ақталмақшы болады, бірақ оны қайта қарамайды. Одан кейінгі жігітті айтайын. Ол 11-ші класс оқып жүрген жігіт, өте ақылды болады және грантқа түспекші болып дайындалып жүреді. Тек қана кітап қана оқи беретін жігіт. Оның аты Ақдәулет. Ақдәулет деген сол кітап құмар жігіт. Класстастарының барлығы 11-ші класс оқып жатады. Сол кезде сыныпқа жаңадан оқушы келеді. Оның есімі Берік. Берік ол бокстан чемпион бала екен. Ол сыныптан кірер-кірместен бірден осы Ақдәулет деген жігітке келіп, оны қылғындыра бастайды. Сол не үшін десеңіздер, ол кішкене бастауыш сыныпта кішкене кезде осы Ақдәулет деген бала осы Берікті кішкене андай ұрып, мазақтап, солай мазақтап жүрген болатын. Сол есіне түсіп кеткен шығар, білмеймін. Ана бейшара Ақдәулетті қылғындырып ұра бастайды. Сол кезде бір қыз, енді аты Айнұр дейін, Айнұр деген қыз, неге ұрасың, жібер оны, неге ұрып жатсың деп оны көмектеспекші болып жатқан кезде жаңағы Берік деген бала Айнұрды да бетінен салып қалып, оны да бір ұрады, жерге талдырып түсіреді. Сол кезде Ақдәулет жынданып, намысы оянып кетіп, бір ручканы алады да жаңағы Берік деген баланы көзіне тығып алып, көзін ойып тастайды. Сол кезде жаңағы Ақдәулет деген баланы да жаңағы Макс апара жатқан түрмеге, яғни 18-ге толмаған изолятор дейміз, соған екеуін бірге апарады. Екеуі сол кезде автобуста танысып, сол жерге түрмеге бірге барады. Түрмедегі оқиға, түрмеде барлығы жасөспірімдер, жаңадан келгендер, түрмеде барлығы сол жердегі бір бала осы түрменің тәртібімен және типа түрмені ұстайтын балдарды таныстыра бастайды. Ол жердегі, енді білесіздер ғой, түрмеде кім қатты төбелеседі, бәрін жеңіп тастайтын адам бірінші атаман, одан кейін екінші атаман және үшінші атаман болып бөлінеді. Ол любой жерде, класста да, бұл жақта түрмеде де дәл сондай екен. Содан кейін жаңағы бала таныстыра бастайды. Ең бірінші томпақтау, ірілеу келген бала ол Данка болады. Екіншісі Сико деген арықтау келген Сико. Үшіншісі Еркін деген бала. Бірінші томпақ Данка мен Сико екеуі шамалы мінезі шатақтау, типа мен басқарамын деген сияқты өр көкіректеу болады. Одан кейін үшіншісі Еркін, өте ақылды, шамалы андай өзімен жүрген бала. Одан кейін барлығы футбол ойнайтын алаңға келіп футбол ойнайды. Сол кезде осы Новидан келген Ақдәулет және тағы қасындағы бір бала екеуін футбол ойнауға шақырады. Сол кезде Ақдәулетке тек қана кітап оқитын бала болғандықтан ол спортқа мүлдем кітапты үнемі кітап оқығандықтан ол футболда, басқа да спортқа да бас қатырмай, ол футболды да допта тебе алмайтын бала болады. Сондықтан ол сол жерде шақырғандықтан келіп, доп теуіп ойнай бастайды. Жаңағы Ақдәулет деген Данка екеуі бір-бірімен жақындасып, екеуі допқа таласып қалады. Сол кезде Ақдәулет допты тебем деп аяқ астынан Данканың екі аяғының ортасындағы бір жеріне теуіп қалып, ана жерде Данка жынданады да оған қасындағы достарына айтады: мына Ақдәулет деген баланы алып жүріңдер қараңғы жерге, мен оның сазайын беремін, анау деген сияқты. Сөйтіп алып келе жатады. Сол жерде алып келе жатқан кезде жаңағы Еркін деген баланы көріп қалады да, Ақдәулет жаңағы Еркін деген балаға аяғына жығылады: маған көмектесші, мен ұрайын деп жатыр дейді. Сол кезде жаңағы Еркін деген бала оған көмектесіп Данканы бір ұрып
талдырып түсіреді. Бірақ бұл Данка сонымен қоя ма, ол одан сайын жаңағы Ақдәулетке шүйліге түседі. Сол жерде Ақдәулет келесі күн болады, біраз күннен кейін Ақдәулет түрменің терезесінен қарап тұрса, қарап бақылап тұрады. Сол кезде Ақдәулетке бір кісі Ақдәулетті көрмекші болып бір кісі шақырады. Ол кісі сол баяғы көзін ручкамен ойып алған Берік деген жігіт жаңағы Ақдәулетті кездесуге шақырып, оған айтады: сенің түрмеден шыққаныңды мен күтіп жүрмін. Егер де түрмеден шыққан бойда мен сені күтіп алып быт-шытыңды шығарып сол жерде өлтіріп кетемін дейді. Сол кезде Ақдәулет жылап жіберіп, еңіреп, ана жерде: мені кешірші, мен байқамай қалдым, кешірші деп сол жерде телефонның ар жағында жылап еңірей бастайды. Сонда да Берік кетіп қалады. Одан кейін Ақдәулет түрмеде жүреді. Сол кезде Еркін деген бала, Еркін деген емес, Макс деген бала неғып жатады, төбелесіп жаттығу жасап, өзімен өзі дайындалып жатады. Сол кезде Ақдәулет жүгіріп барып: маған төбелес үйретші, мен бұлай бейшара болып жүргім келмейді, мен төбелесіп шамалы жігіт сияқты болғым келеді, өз-өзімді құтқарғым келеді, өз-өзіме көмектескім келеді дейді. Сол кезде Макс оған келісіп: бірақ менің шартым бар, осы түрмені 2 рет айналып шықсаң, мен саған төбелесті үйретемін дейді. Сол кезде Ақдәулет барынша түрмені айналып жүгіре жөнеледі, ентігіп жерге құлайды, қайта құлайды, бірақ аяғын көтеріп тұрып, өзінің баяғы мектептегі кездегі үнемі таяқ жеп, үнемі туалет жуып, үнемі таяқ жеп балдардан сөйтіп жүрген кезін еске алып, алдына қарап, алға қарай жылжып, жаңағы түрмені ақырайтып құлап жығылып, быт-шыт болып талып, әйтеуір 2 рет айналып шығады. Одан кейін күнде осы Ақдәулетті дайындайды. Ақдәулет күнде сонда да, былайша ол өте әлсіз болғанмен өте ақылды жігіт болады. Енді өмірде де сондай ғой, мықты, боевой жігіттер өзі андай шамалы ақылсыздау демей ақ қояйын, енді шамалы неге төбелеске жақын келеді. Ал ақылды жігіттер үнемі өз біліміне сеніп, арықтау, очки киіп алған, шамалы үнемі кітап оқып, өзімен өзі жүретін жігіттер болады. Сол жігіт енді Ақдәулет. Бірақ енді ер жігіт болғаннан кейін білім мен спортты да бірге алып жүрген дұрыс сияқты, осы кинодан түсінгенім. Одан кейін Ақдәулет жақында 18-ге толатындықтан оны үлкендер түрмесіне апаратын болады. Соны барлығы естиді. Ол Ақдәулет те шамалы біртүрлі болып қалады. Осы жаққа үйренген, және Макс оған төбелес үйретіп жүр. Сондықтан оны ешқайсысын қимайды. Бірақ енді түрменің заңы бойынша 18-ге толған балаларды, олар жас өспірімдер емес, одан үлкен түрмеге апаратын болады. Одан кейін ол кететін болады. Сол кезде жаңағы томпақ Данка алдындағы төбелеске шақырады. Сол кезде Ақдәулет қорықпай онымен төбелеседі. Екеуі қан болып жерде домалап жатады. Сонда да бір-бірімен төбелеседі. Былайша Ақдәулет жақсы төбелесті біраз үйренген, бірақ қанша жақсы төбелескенмен ол арық, шамалы нелеу болады. Сонда да Данка ірі томпақтау болып келеді. Сонда да екеуі төбелеседі. Данка да қайтпайды, Ақдәулет те қайтпайды, бірақ соңында Данканы жеңіп шығады Ақдәулет. Одан кейін келесіде Ақдәулет осы келесі үлкендердің түрмесіне кететін кезде осы Макспен соңғы рет дайындық болады, және екеуі бірге төбелеседі. Андай шындау мақсатында Ақдәулет пен Макс екеуі төбелесіп жаттығады. Сол кезде Макстың байқағаны Ақдәулеттің баяғыда емес шымыр болғаны, баяғыда емес өте жақсы мықты болып, шымыр болып жақсы төбелескенін байқайды. Тіпті осы Макс сияқты приемдарды үйреніп, онымен бірдей дәрежеде болады. Сол кезде Ақдәулетке Макс айтады: ешқашан сен артқа қараушы болма, алға қарай жылжы, және үнемі еңбектеніп, үнемі алға қарай ұмтыл. Өйткені сен кішкене демалам деген сәтте сені ұрып жығатындар келіп қалуы мүмкін. Үнемі дайындық үстінде бол, үнемі дайындалып жүр дейді, деп оған ақыл кеңес береді. Одан кейін ол Ақдәулет үлкендердің түрмесіне келеді. Ол жақта да типа сондай адамдар бар екен. Түрмеде енді ұстайтын деген болады ғой. Типа бұл жақта да бар. Ең мықтысы осы Ақдәулетті неге төбелеске шақырады. Типа енді осы жерде екеуміз төбелесейік, егер де сен жеңсең, осы жердің бастығы, яғни бірінші атаман сен боласың, ал мен жеңсем, мен енді екінші адам боламын деген сияқты. Сол кезде Ақдәулет дым да қорықпайды, жарайды дейді, бірақ мен саған бір шартым бар: егер де мен жеңсем, осы жердегі андай төбелесе алмайтын, шамалы енді өзі сияқты адамдар, барлық адамдарға тиісуші болмаңдар ешқайсысының, барлығымыз өзімізбен өзіміз жүрейік деп шарт қояды. Оған келіседі. Екеуі шарт болып екеуі төбелеседі. Төбелесіп жүріп оларды жеңіп шығады. Олармен басында жау болған, кейін достасып кетеді. Достасып тіпті жақын достар болып үнемі қалжыңдасып, үнемі бірге жүреді. Тіпті олардың Ақдәулеттің шарты бойынша ешкім тиіспейді, өздерінің жұмыстарымен айналыса бастайды. 1 ай өтеді, 2 ай өтеді, тағы да шақырту келеді Ақдәулетке. Ақдәулет келсе, сол баяғы көзін ойып алған бала Берік екен. Берік те келеді, екеуі телефонмен сөйлеседі, ортасында тор тұрады. Сол кезде Берік айтады: мен сені әлі күтемін, түрмеден шыққан бойда мен сені өлтіремін деп оған айтады. Сол кезде сол баяғы момын, ынжық, қорқақ Ақдәулет те оған көзіне тік қарап тұрып қорықпайтынын айтады. Андай жылау сықтау деген жоқ Ақдәулетте. Андай ерік жігері мықты, денесін түзу ұстап оған қақиып қарап тұрады. Сол кезде Берік шығып кетеді. Ақдәулет сөйтіп осы түрмедегі күндерін өткізе бастайды. Содан кейін Ақдәулеттің түрмедегі несі аяқталып түрмеден шығады. Ал сол баяғы уәде еткендей түрмеден Берік күтіп алады баяғы көзін ойып алған бала. Қазір ол көзін операция жасатқан ба, көзін нормально. Екеуі түрменің алдында шарт болып екеуі төбелеседі. Екеуі төбелесіп, екеуі де мықты, екеуі де сондай не адамдар болып ұзақ уақыт бойы екеуін бір-бірін жеңе алмайды. Ақдәулеттің де Берік те мықты бала. Ақдәулеттің дымын қалдырмай оны бетін ұрып талдырып түсіреді. Бірақ сонда да қатты қиналып тұрса да аяқ қолын көтеріп алға қарай жылжып
до конца жаңағы берікпен төбелеседі. Берік те енді адам ғой, ол да робот емес, темірден жаратылған емес, ол да қатты қиналып кеткен шығар, бетін жауып болды деген сияқты қылады. Сол кезде Ақдәулет артқа шегініп өзімен өзі үйіне қайтып кетеді. Одан кейін біраз күндерден кейін жаңағы Ақдәулет қайтадан түрмеге келіп, өзінің баяғы Макс досын кездестіріп, оған рахметін айтып, ничего там түрмеде не қызық болып жатыр деп екеуі әңгіме айтады. Осымен кино бітеді. Өте қызық кино екен. Бұл кинода енді үнемі бір кино көріп қалсаң ғашықтар туралы, андай махаббат туралы болады. Бұл киноның бір ерекшелігі осындай жігіттер туралы, жігіттердің алға қарай жылжуы, жігіттердің арасындағы достығы жайлы бейнелейді. Өте қызық, маған ұнады. Егер де сіздерге де менің баяндауым ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Егер ұнамаса да, менің дауысым ұнамаса, кері байланыс беріп комментарий қалдырып кетіңіздер. Сау болыңыздар.